Быйыл облыстың ауыл шаруалары астық жинау бойынша әдеттегідей жоғарғы көрсеткіш көрсетті. Облыс дихандары 5 миллион тонна астық қамбаға құйды. Орташа алғанда гектарынан 18 центнерден өнім жинады. Жалпы өнім көлемі 3 жылда 411 миллиард теңгеден 516 миллиард теңгеге өсті. Облыста алғашқы рет солтүстік соя пилоттық жобасы аясында 20 мың гектар соя егілді. Болашақта бұл көрсеткішті 100 мың гектарға дейін жоғарылатуды жоспарлап отыр. Бұл салаға инвестиция тарту бойынша алдыңғы орындарда. Биыл ауыл шаруашылығы саласына 86 миллиард теңге қаржы құйылған. Вы знаете, что мы являемся лидером. Біз ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту бойынша алдыңғы қатардамыз. Биыл 10 айда 86 миллиард теңге инвестиция тарттық. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 31%-ға өсті. Бұл көптеген жобалар жүзеге асырудың арқасында. Сонымен қатар 1800 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды. Биыл 3 тауарлы сүт фермасын аштық. Келесі жылы 10 сүт кешенінің ашу жоспарлап отырмыз. Біз өсірген дәнді дақылдарды қайта өңдейтін жобалар ашып жатырмыз. Бұл жаңа жұмыс орны мен жалақының өсуіне септігін тигізеді. Биыл ауыл шаруашылығы саласы қызметкерлерінің жалақысы 18%-ға дейін өсті. Облыста 11 айда ауыл шаруашылығы саласының даму көрсеткіші оң бағасын көрсетуде. Сала бойынша ішкі өнім 0,8%-ға өсті. Ет өндірісі 3,4%-ға, сүт 1,8%-ға, жұмыртқа 0,4%-ға жоғарылаған. Есептік кезең бойынша облыстың қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 101,3% құрады. Өткен жылғы сәйкес кезеңге қарағанда негізгі капиталға инвестициялар көлемі 11,9%, құрылыс жұмыстарының көлемі 2,2%, бөлшек сауда 2,9%, ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі 0,8%, тұрғын үй енгізу 23,8%, өнеркәсіптік өндіріс 0,4% ұлғайды. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша өндірілген өнім 636,6 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге өскен. Биыл облыс бойынша сүт тауарлы 3 ферма ашылды. Келесі жылы тағы да 10 ферма кешенін ашу жоспарланған. Облыс әкімі ауыл шаруаларын ынталандыру қажет екенін айтты. Келесі жылы салынатын сүт фермаларына төмен пайызбен 200-250 миллион теңге қаражат беріледі. Чтобы стимулировать развитие молочного производства, Сүт өндірісін дамыту мақсатында шаруаларды ынталандыру қажет. Осы мақсатта жұмыс жасауымыз қажет. Сонымен қатар үкімет шетелден әкелінетін малды субсидиялау үлгілерін өзгертті. Енді малдың 50%-ын субсидиялай аламыз. Агрокредиттік мекеме арқылы 25%-ға алынған малды кепілдікке қоя алады. Бұл мал шаруашылығы саласын дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы фермаларға бюджеттен біраз қаражат бөлеміз. Облыстың өнеркәсіп саласы бойынша өсу қарқыны 100,4%-ды құрады. Бұл республикалық көрсеткіштен төмен болып отыр. Өңірдің машина жасау саласының өндіріс көлемі төмен. Зиксто зауытында ауыр машина жасау техника өндірісінің жоқтығы мен Петропавл ауыр машина жасау зауытында мұнай өндірісіне қажетті арнайы көліктердің аз шығарылуы төмен көрсеткішке әкеліп отыр. Құмар Ақсақалов зауыт басшыларына келесі жылы өндірісті толық қарқынды жұмыс істеуін бақылауда ұстауын тапсырды. Наконец-то вся ситуация с помощью правительства, с помощью премьер-министра этот вопрос решился. Премьер-министрдің арқасында Зиксто зауытындағы жағдай шешілді. Қайтадан ұжымды жинадық. Енді қаңтар айынан бастап Қазақстан темір жолынан үлкен келісімшарт күтеміз. 2020 жылдан жақсы өндіріс күтеміз. Жыл басынан бері облыс бойынша 154 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Сонымен қатар облыста ескі апатты үйлерді сүру бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Облыс әкімі бұл ретте жұмыстың сылбыр атқарылып жатқанын сынға алды. Құмар Ақсақалов сүрілген үй иелеріне жаңа баспананы көпқабатты үйлерден беру қажет екенін айтты. Қайталама нарықта бағаны көтермей салынған үйлерге кіргізуі керек. К сносу приступить уже зимой этого года. Біз сүру жұмыстарына қыста кірісуіміз керек. Құрылыс алаңдарын дайындап қоюымыз қажет. Шұғыл жұмыс істемей жатырсыңдар. Бізде құрылысшылар нашар жұмыс жасайды. Сіздер жеке құрылыс мекемелерін тауып қою керек едіңіздер. Біз бюджеттен сатып аламыз сол үйлерді. Кеше тағы аралап қайттым. Ешкім жоқ. Өте баяу жұмыс істеп жатсыңдар. Облыста әлеуметтік маңызы бар 19 тауар атауының ішінен тұз бен күріш бағасы республика бойынша жоғары болып отыр. Бағаны тұрақтандыру бойынша облыстың 100 тауар сату орындарында үнемі бақылау жүргізіледі. Жиында облыс әкімі бағаны жаңа жыл қарсаңында көтермей тұрақты ұстауды тапсырды. Текущую дату пороговые значения. Қазіргі уақытта 40 қабатқа баға 15%-ға жоғарылап отыр. Бағаны тұрақтандыру үшін бөлек бағасы 85 теңгеден сатып отырамыз. Сонымен қатар тұрақтандыру қорынан сәбіз 80 теңгеге, пияз 70 теңгеге сатылуда. Оның өнімдеріне де бағаны тұрақты ұстап тұруға тырысамыз.
Облыс әкімі қаладағы хоккей корттарының дайын еместігін айтып та сынға алды. Құмар Ақсақалов балалардың бос уақыттарын пайдалы өткізуге арналған осындай корттарға су құйып жаңа жылға дейін қалпына келтіруді тапсырды. Корты хоккейные. Қаланы аралап шығып, хоккей корттары бар, бірақ су құйылмағанын байқадым. Неге? Бізде 38 мектептің 13-інде хоккей алаңдары бар. Олардың жартысына ғана су құйылған. Қалада 15 алаңда хоккей корттары бар. Олардың 2-і ғана дайын. Оны кім дайындау керек? Қары да тазаланбаған. Оны кім үшін салдық? Аудан орталықтарында да осындай жағдай болса таңғалмаймын. Білім спорт басқармасы қайда қарап отыр? Жыл басынан бері облыс бойынша 28.246 адам жұмысқа орналасты. Жалпы 12.023 тұрақты жұмыс орны ашылды. Облыс бойынша 11 айда жалақы көлемі 16,1%-ға жоғарылады. 2020 жылға бөлінген облыс бюджеті биылғы жылмен салыстырғанда 80 миллиард теңгеге жоғары болып отыр. Салима Базарбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.